Саламатсыздар ма, құрметті оқырмандар? 19 наурыз шымырлық пен шеберлік күні. Бұл күні қазақтың ұлттық ойындары өте көп ойналады. Арқан тартыс, кір тасын көтеру, қазақ күресі, көкпар, аударыспақ сынды спорт түрлері наурыз мерекесінің құрметіне орай ұйымдастырылады. Ләңгі тебу, асық ойнау, әсіресе балалар арасында жиі өтеді. Асық ойнау көзге тым қарапайым көрінгенімен бала денсаулығына өте пайдалы. Асық қойдың асықты жілігінен алынатын сүйек. Бала ептілікке, шапшаңдыққа, алдына қойған мақсатына жетуге тәрбиелейді. Әлемдік деңгейде шахмат пен терезесі тең тұрған ұлттық ойынымыз тоғызқұмалақ. Аталған логикалық ойын адамның ойлау жүйесінің дамуына айтарлықтай үлес қосады. Тек наурыз мейрамында ғана емес, кез келген азамат кемінде ұлттық ойынның бір түрімен тұрақты түрде шұғылдануы керек. Ұлттық ойын ұлттық иммунитетіміздің нығаюына кепіл бола алады. Шынықсаң шымыр боларсың дейді дана халқымыз. Наурыз айында ұлттық спортты қолдайық.